Канада парламенті үш бөлімнен тұрады. Монарх, сенат және қауым палатасы. Олар бірлесіп жаңа заңдар шығарады және барлық канадалықтардың өміріне әсер ететін мәселелерді шешеді. Парламент Канада демократиясының жүрегі. Мемлекет астанасы Оттавада орналасқан елдің федералды заң шығару органы. Бұл парламент балық аулау, сауда, қорғаныс немесе пошта қызметтері сияқты белгілі бір салаларда бүкіл елге қатысты заңдарды қабылдайды дегенді білдіреді. Бұның бәрі қайда тұратынына қарамастан барлық канадалықтарға тікелей әсер етеді. Сенат және қауым палатасы канадалықтардың өкілі болып табылатын және маңызды мәселелерді талқылайтын парламентшілердің кездесу орны. Сенат өзінің жеке заң жобаларын ұсынып қана қоймай, қауым палатасы қабылдаған жаңа заңдар бойынша ұсыныстарды талқылайды, зерделейді және нақтылайды. Сенаторлар Канаданың әрбір шет аймағы мен аумағын ұсынуға тағайындалады. Олар парламентте талқыланатын мәселелер бойынша өңірлік және азшылықтардың көзқарастарын ұсынады. Қауым палатасы заң жобаларын ұсынады, талқылайды, қарастырады және қабылдайды. Жаңа заңдардың көпшілігі осы жерден бастау алады. Қауым палатасындағы парламент мүшелерін сіз сияқты канадалықтар сайлайды. Парламенттің әр мүшесі сайлау учаскесі немесе округ уезі деп аталатын елдің белгілі бір аймағын ұсынады. Парламенттің үшінші бөлігі бұл монарх. Монарх мемлекет басшысы болып табылатын және оны Канада генерал-губернаторы ұсынады. Сенат және қауым палатасы заң жобасын қабылдағаннан кейін генерал-губернатор қол қояды. Генерал-губернатор сонымен қатар парламенттің жаңа сессиясын ашады және парламентті таратуға құқылы. Бұл жаңа сайлауға алып келеді. Бұл генерал-губернатор атқаратын кейбір рөлдер ғана. Парламенттің үш бөлігі жаңа заңдар құрып, барлық канадалықтардың өміріне әсер ететін мәселелерді шешеді.